жылы ол кезде студентпін, 2-3 курсымды аяқтап, жазғы демалысқа кетіп жатырмыз. Студенттердің барлығы жиналып жатыр екен. Барсам, жасыл ел еңбек жасағына жазылып жатыр екен студенттердің арасында. Айлық береді деді, сонымен қызығып жазылып көргім келді. Сонымен жазылып, сол жақта жазда жұмыс жасадым. Қызық достар, қызық сәттер барлығын көрдім, таптым. Ол жақтан мен біраз нәрсе түйдім де, себебі мен бұрын байқамайтын, дворда балалармен отырып, семечка шағып, тастап кете беретінбіз. Сағыз шайнап болғаннан тастап кетесің, ол кішкентай нәрсе ғой деп назар аудармайтын да, орнына іздеп, олай тырыспайтын. Сол жақта жұмыс жасап көрген кезде мен көрдім да, дәл мен секілді қыздар, жігіттер солай тастап кетеді, солардың барлығын тазалау, қаланы көркіне атсалысу, ол шынымен де кішкентай проблемалар, ол үлкен проблемаға айналады екен. Кешкі сағат 10-ның шамасы квартира іздеп келе жатырмыз, Ерғали екеуміз. Қараңғы дала. Телефоннан картаны қарап келе жатамын да, байқамайым, астыда, оказывается, люктің темір сәл жылжып кетіпті. Соның үстінен басам. Басқан кезде бір аяғым люктің ішіне кіреді да, екінші аяғымен люктің мына жартысын басам. Яғни қысылып қалады ғой аяғым ортадаш. Содан кейін жалпы люк аталусын көрсем, бітті тап кететін секілді бір қорқынышым болады. Саламатсыз ба? Мен люк бойынша хабарласып жатыр едім сіздерге. Байзақ Пырманов көшесі 73-ші үйдің алдында, прям жолдың бойында, асфальттың бойында ашық люк тұр. Қай үй? 73. Әрбіріміз осылай, әрбір ұсақ түйекке назар аударатын болсақ, бұл әлемде проблемалардың саны азаяды.